Сіздермен бүгінгі конференцияда кездескенімізге қуаныштымыз. Қазіргі ең бірінші өзінің авторлық жобасын қорғайтын номер 152 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Кеңесова Жанна Жақсылыққызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің авторлық бағдарламаның тақырыбы функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған есептер. Тақырыптың өзектілігі бастауыш сынып баланың негізгі танымдық дағдыларын қалыптастыратын іргетасы. Бүгінгі заман балаларды тек оқу, жазу, санауды ғана емес, сол білімді өмірде қолдана білуді талап етеді. Сондықтан функционалдық сауаттылықты бастауыштан бастап дамытуға аса маңызды міндет деп есептеймін. Менің жұмысымның өзектілігі осы дағдыларды бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай дамытудың тиімді әдістемелік құралдарын ұсыну. Міндеттері: бастауыш сынып оқушыларына арналған функционалдық сауаттылықтың мазмұнын анықтау, өмірден алынған қарапайым бірақ маңызды мәселелерге негізделген есептерді құрастыру. Мысалы, дүкенге бару, уақытты жоспарлау, жолда жүру ережелері және сол сияқты. Тапсырмаларды орындауға арналған қадамдық нұсқауларды дайындау. Авторлық есептердің ерекшеліктері. Менің есептерінің басты ерекшелігі мен жаңалығы олардың ойындық сипаты және визуалды қолдауы. Нақты мысалдар: есептердегі кейіпкерлер балаларға таныс. Мысалы, Айгүл 500 теңгені не сатып алуға болады? Мысықтың ұясын қалай өлшеуге болады? Қарапайым тіл, қарапайым түсінікті тілмен жазылған, бірақ бірнеше әрекетті талап етеді. Пәнаралық байланыс болуы міндетті. Есепті шешу үшін оқушы тек санай білу керек емес, мәтінді мұқият оқып, нені іздеу керектігі түсіну керек. Мысалы, анау торт пісіру үшін 4 жұмыртқа мен 1 стакан сүт алды. Жұмыртқаның бағасы 60 теңгеден болса, анам тек жұмыртқаға қанша ақша жұмсады? Бұл жерде бала артық ақпаратты, демек сүтті бөліп алып, қаржылық және математикалық сауаттылықты қолдана білуі керек. Бұл есептер жинағы күнделікті сабақта математика, ана тілі қосымша тапсырма ретінде беруге болады. Логика сабақтарында және сыныптан тыс жұмыстарды қолдануға болады. Үй жұмысының ерекше түрі ретінде тиімді қолдануға болады. Авторлық бағдарламаны қорыта келгенде, менің жұмысым бастауыш сынып оқушыларын ерте жастан өмірдегі қиындықтарға дайындайтын тиімді әдістемелік құрал. Ол оқушының мектеп қабырғасындағы білімі мен болашақтағы өмірлік табысы арасындағы алтын көпір болып саналады. Бұл болашақта табысты, сауатты және өздігінен шешім қабылдай алатын азаматты тәрбиелеуге жасалған алғашқы қадам. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады.